гимназиясының таза бұлақ қуыршақ театры. Ыбырай Алтынсарин қазақтың аса көрнекті ағартушы педагогі. Балаларға арнап көптеген ертегілер, әңгімелер жазып қалдырған. Қарға мен құрт, сауысқан мен қарға, әке мен бала, түлкі мен ешкі деген әңгімелер бар. Бүгінгі бір уыс мақта деп аталатын әңгімесін көрсетеміз. Бір кішкентай қыз әкесінің шапанын жамап отыр екен. Шешесі қасына отырып ақыл айтты. Балам, дүниедегі жаратылған жанды жансыздардың ешқайсысы да керексіз болып жерде қалатыны болмайды. Сол сөзді айтып отырғанда қыз бала киімін жамап болып, жердегі мақтаны қиқымын терезеге лақтырып далаға тастады. Әже, осы қиқымның ешнәрсеге керегі бола қалмас. Балам, сонда жерде қалмайды. Осылайша сөйлесіп, терезеге қарап отырса, манағы мақтаны жел көтеріп ұшырды. Бұны бір торғай көріп қуып барып, мақтан тұмсығына түстеп қана алып ұшып кетті. Манағы мақтаның қиқымын бір торғай алып кетті, оны не қылады? Көрдің бе балам, күн айналмай манаға айтқан сөздің келгенін. Ол кішкентай мақтаны торғай ұясына төсеп, жас балапандарына мамық етеді. Біз бүгін Ыбырай Алтынсариннің бір уыс мақта әңгімесінде еңбек ету және ысырапшылдыққа жол бермеу керектігін түсіндік. Дүниедегі жаратылған жанды, жансыздардың ешқайсында керексіз болып жерде қалатыны болмайды. Мысалы, мата қалдықтарынан көрпе құрауға болады. Адал еңбектің нәтижесі адамды қуанышқа бөлейді. Адам өз мақсатына ерінбей еңбек еткеннің арқасында ғана қол жеткізеді.